Қыздар сәлем. Сіздермен бірге мен Гүлім. Сіздердің алдарыңызда менің тоқыған жұмысым. Мінекей блокаторда келіп тұрған шұлықты қарасаңыздар. Бір жақ сыңары ғана осылай тоқылды. Ой, кешірім өтінемін. Бауы түсіп кетті камераның. Мінекей осылай бір жақ сыңары ғана тоқылды. Бір жақ сыңарын енді қай күні сәті түседі, сол кезде тоқимын. Мінекей бірде бір резинкамен тоқылған, ары қарай біркелкі оң жолақты қатар, екі қатар сайын жіпті ауыстырып отырып тоқылған болатынмын. Бұл жерде бірнеше түсті үйлестіріп, осылай әдемі шұлық тоқып шықтым. Өкшесі бумеранг әдісімен. Қазір күн біресе бұлтты болып, біресе күн шығып тұрғандықтан терезенің алдында тұрмын. Мінекей осындай біраз камерада өзгерістер болып тұруы мүмкін. Оған назар аудармаңыздар. Мінекей бер жағында менің екі сыңары да дайын. Бұл да жолақты шұлық. Мен көбінесе қыздар осы жолақпен көп тоқиды екенмін, өйткені бар ғой. Сіздерге айта кетсем, бұл жерде екі теріс, екі оң резинкадан бастап тоқылған. Осы резинка жағынан бастап тоқылады. Әрбір бұл жерде үш қатар сайын, мінекей көрініп тұрған, сіздерге көрініп тұрғандай, әрбір үш қатар сайын жіпті ауыстырып отырып, бұл жерде де бумеранг әдісімен өкшесі шығарылды. Біраз өзгешелігі бар мына жерде. Сонымен осылай мінекей шұлығымыздың тұмсығы да осылай әдемі бір әдіспен бекітіліп жабылды. Осындай әдемі шұлығымыз дайын. Бұл шұлық дайын, бұл жуылған, буланған, әдемі дайын. Мінекей осылай биркасын тағып, шұлықтар жәшігіне салып қойсам болады. Ал мына шұлықтың екінші жақ сыңарын тоқу керекпін. Ал мына жерде қарасаңыздар, мен қалған жіптен осындай кардиган тоқығам. Осы кішкентай қалған жіптен бұл 35-36 аяқ өлшеміне арналып тоқылған шұлық болады. Менде ешқандай жіп қалмауы керек. Сондай нем бар өзі. Жіптер қалмауы керек ешқандай. Осындай шұлық тоқыдым мінекей. Бұл кәдімгідей осылай аяқта өте әдемі көрінеді. Бұл әлі жуылған жоқ, буланған жоқ. Содан кейін осындай түрі біртүрлі мыжық-мыжық болып, мына жерде ілмектері тоқылған. Қисық-қисық біркелкі емес болып тұр. Оның барлығын жуып, булағаннан кейін өте әдемі. Мына жердегі шұлығым сияқты түрі өте сүйкімді болып шығады. Мінекей осындай. Жас қыздарға киюіне болады осындай. Енді үлкен кісілер кие қояды деп ойламаймын бұны. Кейбір кісілер бірден қарағанда мынау сыңар емес, екі түрлі шұлық қой деп айтуы мүмкін. Бірақ бұл қазіргі кезде осындай сәнде болып жатыр, иә. Кез келген, мысалы, кейбір шалбарлардың өзінде осылай бір жақ балағы бір түсті, екінші жақ балағы екінші түспен осылай бөлек түстерді үйлестіріп жастар киіп жатыр. Сондықтан бұл шұлық жастарға өте өтімді болады деген ойдамын. Енді жуып, әдемілеп, өңін ретке келтіру керек. Осы менің барынша әзірге тоқылған шұлықтарым осылар. Тоқылған кардигандарым үшеу, оны әлі фото түсіруге мүмкіндік болмай жатыр. Жолдасымның уақытына байланысты далаға, әртүрлі әдемі орындарға машинамен, көлікпен бару керек болғаннан кейін әзірше біраз уақыт, тиімді уақыт болмай жатыр. Сонан кейін тағы да сіздерге көрсете кететінім, мына жерде мен Алиэкспресстан, дауысы үшін кешірім сұраймын, Алиэкспресстан осындай Сиоакао қалай оқылады, мінекей сыртында жазылып тұрғандай осындай дауысты. Мен камераға жазған кезде біраз дауысымды анық естілу үшін дауысты көтеріп бар күшпен сөйлеймін деймін де біраз шаршаңқырап қалам. Сондықтан әдемі жеңіл отырып еркін сөйлеуім үшін осындай микрофон заказ берген.
осындай микрофонға тапсырыс берген болатынмын. Бірақ бұл микрофон дұрыс, мен ойлағандай дұрыс істемеді. Мінекей, қарасаңыздар. Фокус. Мінекей, осындай. Бұл фотоаппаратқа осылайынан немесе телефонға қосылады да. Екеуі бір микрофон өзіңізде болады. Микрофонды мойныңызға қойып аласыз да, анау екеуі бір-бірі Bluetooth арқылы байланысуы керек. Бірақ та байланысуы жақсы болғанымен де видео жазған кезде қатты шуыл естіліп тұрады. Ол шуылды алып тастау кейде мүмкін болуы мүмкін, бірақ та видеоның сапасын төмендетіп жібереді екен. Сонымен бұл қайтадан келген жағына қайтуы мүмкін. Егерде ақшаны толықтай қайтарып беретін болса, осылай. Бұған кеткен бағасы 10.000 теңгедей болған. Қайтадан басқа микрофон қарауға тура келеді. Негізі алар кезде ол жерде сатып алған адамдардың отзывтарына қарайтынмын. Ол жерде өте күшті, тамаша, барлығы жақсы істейді деген әдемі отзывтар болғаннан кейін осыған тапсырыс берген болатын. Бірақ та ыңғайсыз бір шуыл маған кедергі жасайды. Мүмкін менің аппаратымда, мүмкін телефонымда келмейтін шығар. Бірақ та мен сатушымен сөйлескен кезде барлығына келеді, әдемі деп жауап берген болатын. Осылай, бірақ та AliExpress-тан қайтадан жазып қайтаруға мүмкіндік болады. Сондықтан кейде отзывтарға да сеніп заттарды ала берудің қажеті жоқ. Сіздерге көрсетерім осы. Менде кешкі асқа манты дайындағалы жатырмын. Мінекей, ішіне салатын салмасы осылай. Етті мен қолдан тураймын. Әдемілеп ұсақтап қолдан тураймын. Көбінесе фарш ретінде қолданбаймын. Өйткені маған көбінесе осылай қолмен ұсақтап тураған еттен дәмдірек шығатын сияқты. Мінекей, ішіне салатын салмасы дайын. Енді қамырын илеп қойдым. Қазір қамырын жайып, әдемілеп мантыны түйетін боламын. Бұнда құрамында картоп, ет және сарымсақ. Және аздаған орам жапырақ қостым. Кейде орам жапырақты қоспаймын да. Осылай қыздар. Менің дайындауым бойынша. Сіздер қалай дайындайсыздар? Егерде осы влогты көріп отырып, өзіңіздің ойыңызға келіп жатса, бөліссеңіздер болады. Комментарийда пікірлескен ұнайды маған. Кигендей боп айнаға жасын, сен жарқ етіп пайда боласың, қылығыңмен байлап аласың. Сағат сайын ойда боласың, көз ұялып тайғанамасын, тоқтай тұршы қайда барасың. Қаладың еркелегенді, қарадың өртенем менді. Саусақтарың шаштарың менен ойнайды. Еріндерің естен тандырмай қоймайды.
басқалар бәрін, өзімді өзім басқара алмадым. Сенен ғана жасқанам жаным. Қаладым еркелегенде, қарадым өртенем менде. Саусақтарың шаштарың менен ойнайды, еріндерің естен тандырмай қоймайды. Жоқ жанымдай сендей адам болмайды. Неге екінші жаймадан сондай манты түйілді. Қазір бұны мантоваркаға тізіп аламыз. Енді суын қайнатып пісіреміз. Періште дейді, ал жүрекке өмір жүрмейді білсең. Саусақтарың шаштарың менен ойнайды, еріндерің естен тандырмай қоймайды. Жоқ жанымдай сендей адам болмайды. Жүрегім сен